Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша бейне сабағымды ұсынамын. Оқытушы Есетова Мира Климовна. Кәсіби модуль 01. Кәсіби қызметте математикалық, статистикалық есептерді қолдану. Сабақтың тақырыбы динамикалық қатарлар. Сабақтың мақсаты студенттердің өсіңкілік қатарлар туралы түсінігін, құзыреттілігін қалыптастыру болып табылады. Оның ішінде динамикалық немесе өсіңкілік қатарлар туралы түсінік, динамикалық қатар көрсеткіштері, динамикалық қатарларды талдау тәсілдері, динамикалық қатарларда негізгі үрдістерді айқындау әдістері, динамикалық немесе уақыттық қатар, статистикалық көрсеткіштердің уақыт бойынша орналасқан мәндерін айтады. Динамикалық қатарлар екіге бөлінеді. Қатар деңгейі және уақыт көрсеткіші. Қатар деңгейі құбылыстың шамасын, мөлшерін сипаттайтын көрсеткіштің белгілі бір уақыттардағы сандық мәні. Уақыт көрсеткіші арқылы күн, ай, жыл, 90 сияқты уақыт бірліктері анықталады. Өсіңкілік қатарлар уақыт мерзіміне және онда көрсетілген көрсеткіштерге байланысты толық және толық емес болып бөлінеді. Толық өсіңкілік қатарларда көрсеткіштер уақыт мерзіміне қарай бірінен кейін бірі үзіліссіз беріледі. Толық емес өсіңкілік қатарлар деп көрсеткіштер уақыт мерзіміне қарай әртүрлі аралықта, яғни әртүрлі уақыт мөлшері арқылы сипатталады. Құбылыстардың өзгеруін зерттеу, талдауда әртүрлі статистикалық көрсеткіштер қолданылуына қарай өсіңкілік қатарлар үшке бөлінеді. Олар нақты, қатысты және орташа шамалар. Нақты шамалар өсіңкілік қатар дәрежесі ретінде әрбір уақыт мөлшеріне байланысты қалай өзгергендігін көрсетеді. Қатысты шама өсіңкілік қатар екі уақыттың нақты шамаларын бір-бірімен салыстыру арқылы пайда болады. Яғни, әлеуметтік экономикалық құбылыстардың уақытқа қарай өзгеруін сипаттайтын сандар тізбесін айқындайды. Ол кему, өсу қарқыны ретінде пайызбен өлшенеді. Орташа шамалы өсіңкілік қатарлар деп қоғамдық құбылыстар мен процестердің белгілі бір белгісі бойынша уақыт мөлшеріне қарай сандық көрсеткіштердің орташа өзгеруін сипаттауды айтады. Құбылыстардың динамикасын зерттеп талдау үшін динамикалық қатардың мынадай негізгі 4 көрсеткішін есептейді. Олар абсолютті өсім, өсу қарқыны, өсім қарқыны, өсім қарқынының 1%-ның абсолютті мәні. Абсолютті өсім дегеніміз белгілі бір уақыт аралығында қатар деңгейінің қаншама бірлікке өскенін немесе кемігенін көрсетеді. Өсу қарқыны қатар деңгейлерінің өзгеру қарқындылығын сипаттайды. Өсім қарқыны абсолютті өнімнің базалық деңгейі немесе алдыңғы мерзім деңгейіне қатынасын айтады. Өсім қарқынының 1%-ның абсолютті мәні тізбекті тәсілмен есептелген абсолютті өсімнің өсім қарқынына қатынасын көрсетеді. Тұрақты тәсілмен есептелген нақты өсім дельта n деп белгіленеді, тең болады y1 минус y0. Бұл арада y0 тұрақты базалық уақыттың дәрежесі, y1 ағымдағы уақыттың дәрежесі. И дегеніміз қатардың реттік номері. Бұл арада y1, 2, тағысындағы и дәрежеде болуы мүмкін. Тізбектелген тәсілмен есептелген нақты өсімге келесі формуланы қолданамыз. Дельта n тең болады дельта y минус y минус 1. Бұл арадағы y дегеніміз ағымдағы уақыттың дәрежесі болатын болса, y минус 1 ағымдағы уақыттың алдында тұрған дәрежесі болып табылады.
Егер өсіңкілік қатардағы әрбір уақыт дәрежесін тұрақты бір базалық уақыт дәрежесіне бөлсек, онда оны тұрақты өсу қарқынының коэффициенті деп атайды. Және ол мына формуламен есептеледі. Өсу қарқынының коэффициенті КО тең болады YI бөлінген Y0. Егер өсіңкілік қатардың әрбір уақыттағы дәрежесін өзінің алдындағы тұрған уақыт дәрежесіне бөлетін болсақ, онда өсу қарқыны коэффициенті тізбектелген тәсілмен есептелген болып саналады. Және мына формуламен есептеледі. Өсу қарқынының коэффициенті КО тең болады YI бөлінген YI минус 1. Өсу қарқынының коэффициентін 100-ге көбейтіп, оның процентін есептеуге болады. Тұрақты тәсілмен және тізбектелген тәсілмен 100-ге көбейтіп, әрқайсысын өсу қарқынының коэффициентін табамыз. Егер өсім қарқыны тұрақты базалық уақыт дәрежесі арқылы есептелсе, ол тұрақты өсім қарқыны, ал егер базалық уақыт дәрежесі өзгермелі болса, оны тізбектелген өсім қарқыны деп атайды. Және келесі формулалармен есептейміз. Дельта О тең болады дельта N бөлінген Y0 көбейтілген 100-ге. Бұл тұрақты тәсіл. Дельта О тең болады дельта N бөлінген YI минус 1 көбейтілген 100-ге. Ол тізбектелген тәсіл. Мұндағы дельта О өсім қарқыны. Егер өсу қарқынының көрсеткіштері есептелініп берілген болса, өсім қарқынын анықтау үшін өсу қарқынынан 1-ді немесе 100-ді шегеру арқылы табуға болады. Дельта О тең болады өсу қарқынының көрсеткіші минус 1, немесе дельта О тең болады өсу қарқынының коэффициенті минус 100. 1% өсімнің нақты мәнін есептеу үшін әр уақыттағы өсімнің шамасы сол кездегі өсім қарқынына бөлінеді және оның мәні тізбектелген тәсілмен келесі формула бойынша есептелінеді. Абсолютті пайыз, абсолютті 1%-дің нақты мәні өсімнің тең болады дельта N бөлінген дельта О, немесе абсолютті процент тең болады YI минус 1 бөлінген 100. Мұндағы абсолютті пайыз ол 1% өсімнің нақты мәні болып табылады. Қоғамдық құбылыстар мен процестердің сандық көрсеткіштерінің өзгеруін зерттеуде және өңдеуде, талдауда келесідей есептеу тәсілдері қолданылады. Бір тектес өсіңкілік қатарларды салыстырмалы тәсілмен талдауды қолдану кезінде бір тектес қоғамдық құбылыстар мен процестердің белгілі бір уақыт кезеңіндегі көрсеткіштердің өзгергендігін көрсетеді. Келесі тәсіл өсіңкілік қатарларды бір негізге келтіру тәсілі негізінде бір-бірімен әртүрлі өлшем бірліктері, әр тектес құбылыстар мен процестерден тұратын көрсеткіштерді салыстыруға келмейтіндерді салыстырмалы түрде келтіреді. Уақыт аралығын үлкейту тәсілі өсіңкілік қатарлар дәрежесін уақытына қарай бір-бірімен жақын болса, олардың даму кему бағытын анықтау үшін уақыт аралығының шамасы үлкейтіледі және жаңа қатарлар құрылады. Жылжымалы орташа тегістеу тәсілін қолданғанда есептеуге алынған өсіңкілік қатарлардың сандық мәндері уақыт аралықтарына қарай бірдей мөлшерде болады және көп жағдайда тақ сандық мүшелері бойынша есептеледі. Динамикалық қатарлардың мынадай орташа көрсеткіштері болады. Қатардың орташа деңгейі, орташа абсолютті өнімді есептеу, орташа өсу қарқынының геометриялық орташа формуласы қолданылады. Орташа өсім қарқынын есептеу үшін алдымен орташа өсу қарқынын анықтап алады, содан кейін одан 100%-ді шегереді. Қорытындылау. Құбылыстардың өзгеруін зерттеу, талдауда әртүрлі статистикалық көрсеткіштер қолданылуына қарай өсіңкілік қатарлар 3-ке бөлінеді: нақты, қатысты және орташа шамалар. Құбылыстардың динамикасын зерттеп талдау үшін динамикалық қатарлардың мынадай негізгі 4 көрсеткішін есептейді. Олар
абсолютті өсім, өсу қарқыны, өсім қарқыны, өсім қарқынының 1%-ның абсолютті мәні. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.